Ақмола облысы жауынгерлердің, яғни орта тап өкілдерінің жерлеу кешендерін толы деп мен сеніммен айта аламын. Себебі тағы қарап тұрсақ, биылғы жылы 2025 жылы Ақмола облысы Зеренді ауданында Кеңөткел маңынан Кенжебай қорымының зерттеу жұмыстары жүргізілді. Екі обаға зерттеу барысында екеуі де тоналмады, біреуі ер адам, біреуі әйел адам. Бұның барлығы антрополог мамандардың дәлелдеуі арқасында анықталып отыр. Біреуі лақытты жерлеу дейді, орысша айтқанда впускное погребение. Адам жерлеу үшін құрын жерлейді де, оның түбіне қарай мынандай боковой, яғни кеңістік жасайды. Адам соған жерлеп, бетін таспен жауып тастайды. Сол жапқан арқасында бұны тонаушылар таба алмаған. Екіншісі ашық түрде, онда әйел адам жерленген, біреуінде тас құрбандық ыдысы бар, екіншісінде қол айнасы бар. Бір жерден соны табылып отыр. Тас құрбандық ыдысы, айна әйел адамға жиі қойылатын артефактілер. Бұл осы уақытқа дейін орталық Қазақстан, шығыс Қазақстанда, солтүстік өлкелерде жиі кездесетін факт. Ал қалғанына көріп тұрғандарыңызда барлығы ер адамның бел тұсынан табылды. Алдағы уақытта бұның біз графикалық реконструкциясын жаңғыртуларын жасап жатырмыз. Тағы бір ерекшелігі, мысалы төменде тұрған тоғалардың бірі орталық Қазақстанда, басқа Павлодар облысында табылған жерлеу ескерткіштерінен ұқсас, ал бірақ жоғарыда тұрған бұл әлі Қазақстанда кездеспеген, өте жоғары деңгейде. Яғни бұның біз аналогтарын қазір зерттеу үстіндеміз. Тағы бір айта кететін қызықты жайт бар. Бұл екеуінде радиоуглеродтық анализдер алғанда 8-7 ғасырлармен мерзімделіп отыр. Енді қарасаңыздар, біз Кеңөткел оң қонысына қазба жұмыстарын жүргіздік. Сонда ол 4 мәдени қабаттан тұрады. Тас, неолит дәуірі, қола дәуірі, ерте темір дәуірі, жаңа қазақ кезі. Сол ерте темір дәуіріндегі мал сүйектерінен үлгілер жіберу барысында ол да 8-ші, біздің заманымызға дейін 8-7 ғасырлар беріп отыр. Ал Кеңөткел қонысы мен Кенжебай қорымының арасы 1 километр. Менің алдын ала тұжырымдарым бойынша Кеңөткел қонысының тұрғындары осы Кенжебай қорымына жерленген деген пікірлер қалыптасып отыр. Бұл да әлі ғылыми талдауларды қажет етеді. Енді осы жаңа Балықтыкөл, Кенжебай қорымындағы жауынгер жерлеу орындарының, яғни орта тап қарайтын болсақ, тонау заттарына немесе басқа жағына қарайтын болсақ, солтүстік өлкелерде 8-7 ғасырларда дамыған бір этникалық топтардың болғандығын көрсетеді.